Сәлеметсіңдер ме? Бүгін химиялық байланыс атты тарау жалғасудың алдында мынадай ұғымдармен танысамыз. Валенттік электрондар, Льюис таңбалары, октет ережесі, иондардың түзілуі. Мына слайдта екінші период элементтер атомдарының құрамындағы электрондардың энергетикалық қабаттарда таралуы көрсетілген. Бұл элементтер литий, бериллий, бор, көміртек, азот, оттек, тор, неон. Бұл элементтер кіші периодтың элементтері. Бұл элементтер атом ядро зарядтарының шамасының өсу ретімен орналасқан. Мына бағдарша астында осы заңдылықты көрсетіп тұр. Элементтің ең негізгі сипаттамасы ол реттік номері. Әр элементтің реттік номері ядро зарядын көрсетеді, протон санын көрсетеді. Ядроның құрамында протонның басқа нейтрондарында бөлшектері бар, бірақ нейтрондардың зарядтары жоқ. Бұл бейтарап бөлшектер. Сондықтан ядро заряды протонның санына тең болады. Сонымен бірге реттік номер электрондардың да санын көрсетеді. Электрондардың саны протон санына тең болады. Мысалы, литийді алсақ, литийдің реттік номері 3, протон саны 3, ядро заряды плюс 3, электрон саны 3. Электрондардың зарядтары теріс. Екінші периодтың элементтері барында да ортақ, ол екі энергетикалық деңгей. Олардың электрондары екі энергетикалық деңгейде орналасқан. Бірінші энергетикалық деңгейде осы периодтың орналасқан элементтерінің барлығында да электрон саны бірдей. Екі электроннан орналасады. Бұл гелийдің электрондық құрылысына ұқсайды. Гелийдің электрондық конфигурациясы 1s2. Сондықтан осы элементтердің барында да бірінші энергетикалық қабаттың конфигурациясы гелийдің конфигурациясына ұқсас болғандықтан квадрат жақшаның ішінде гелийдің таңбасы жазылып тұр. Қалған электрондар екінші энергетикалық деңгейде орналасады. Енді біз атомдардың электрондардың толтыруымен танысайық. Литийдің 3 электроны бар. Бірінші энергетикалық деңгейде 2 электрон, екінші энергетикалық деңгейде 1 электрон. Топтың номеріне сәйкес оның конфигурациясы 2s1. Бериллийдің 4 электронның екеуі сыртқы энергетикалық қабатта орналасады. Топтың номеріне сәйкес конфигурациясы 2s2. Бордың 5 электронның үшеуі сыртқы энергетикалық деңгейде орналасады. Конфигурациясы 2s2, 2p1. Көміртектің 4 электрондары сырт қабатындағы топтың номеріне сәйкес конфигурациясы 2s2, 2p2. Азоттың сыртқы қабатындағы 5 электрондар екінші энергетикалық деңгейде орналасады. Оттектің 6 электрондары топтың номеріне сәйкес екінші энергетикалық деңгейде орналасып тұр. Тордың 7 электрондары екінші энергетикалық деңгейде орналасады. Топтың номеріне сәйкес. Келесі элемент неон. Неонда 8 электронды энергетикалық деңгей пайда болады. Екінші энергетикалық деңгей аяқталған деп саналады. Осындай құрылысы бар 8 электронмен аяқталған энергетикалық деңгейлерді біз аяқталған энергетикалық деңгей дейміз және химиялық тұрақты күйге ауысқан деп атаймыз. Осындай құрылысы бар неонға ұқсас осы топшадағы орналасқан элементтер гелийден басқаларында сыртқы энергетикалық деңгейде 8 электрондар. Бұл элементтер табиғатта бос күйінде кездеседі. Себебі 8 электронды аяқталған энергетикалық деңгей, қайталаймын, бұл химиялық тұрақты күй деп саналады. Сыртқы энергетикалық деңгейдегі орналасқан электрондардың саны сендер көріп тұрсыңдар, сол жақтан оң жаққа қарай артады. Бұл заңдылықты біздер мына бағдаршамен көрсетіп тұрмыз және мында жазылып тұр. Негізгі топша элементтерінің сыртқы энергетикалық деңгейде валенттік электрон саны артады. Бұл электрондарды, сыртқы қабаттағы электрондарды біз
валенттік электрондар деп атаймыз. Осы электрондардың көмегімен химиялық байланыс пайда болады. Сонымен топтың номерінің физикалық мәні химиялық байланыста қатысатын жалпы электрондардың саны. Валенттік электрондар тек қана сыртқы энергетикалық деңгейде емес, D және F элементтерде валенттік электрондар сыртқы қабатта орналасады және сыртқы қабаттың астындағы D және F деңгейшелерде. Олармен біздер болашақта танысамыз. Келесі бізде заңдылық ол бейметалдық қасиеттің өсуі периодта сол жақтан оң жаққа қарай. Бағанағы біз бір заңдылық туралы мен айтып жіберейін. Ол химиялық тұрақты күй. Кез келген элемент тұрақты болу үшін өзінің сыртқы энергетикалық қабатын асыл газдардың қабатына ұқсауға мәжбүр болады. Ол үшін ол электрондарды береді, қосып алады, немесе бөліседі. Мына электрондық конфигурацияларына қарасаңыздар, балалар, онда валенттік электронның алдында асыл газдың конфигурациясы жазылып тұр. Бұл тұрақты күйді сипаттайтын электрондық конфигурация. Сондықтан кейбір элементтер тұрақты болу үшін сыртқы қабаттағы электрондарды береді, немесе қосып алады. Енді олармен біздер болашақта танысамыз. Сыртқы қабатын 8-ге дейін аяқтау үшін кейбір элементтер жетіспейтін электрондардың саны аз болса, олар 8-ге дейін жетіспейтін электрондарды қосып алуға бейім. Ондай элементтерді біз бейметалдар деп атаймыз. Мысалы, көміртекті алсақ, көміртекте сыртқы қабатында 4 электрон. Сондықтан ол гелийдің конфигурациясына ұқсас болу үшін ол 4 электронды бере алады, немесе 8-ге дейін толтыру үшін оған 4 электрон жетіспейді. Сол 4 электронды қосып алса, ол неонның конфигурациясына ие болады. Келесі элемент азот. Азотта сыртқы қабатында 5 электрон. Сыртқы қабатын 8-ге дейін аяқтау үшін оған 3 электрон жетіспейді. Сондықтан жетіспейтін электронды ол қосып алады да, электрондардың саны көбейеді, ол теріс зарядқа ие болады, бірақ оның электрондық конфигурациясы неонның конфигурациясына ұқсағандықтан ол тұрақты болып саналады. Сондықтан екінші периодта сол жақтан оң жаққа қарай бейметалдық қасиет өседі. Сонымен химиялық байланысқа қатысатын электрондарды біз валенттік электрондар дейміз. Енді валенттік электрондарды бейнелеу керек. Гильберт Льюис атомдағы валенттік электрондарды көрсетудің бір әдісін ұсынған. Ол үшін біз азоттың мысалында бұны қарастырайық. Азот ол екінші периодта орналасады, 5А топшада. Оның 5 электроны бар. Валенттік, бұны көріп тұрмыз, конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p3 және ұяшықтарда орналасқан электрондар көріп тұрмыз. Қызыл бағдаршамен мынау жұптасқан электрондар және жұптаспаған электрондар. Оларды көрсету үшін біз осы элементтің таңбасының айналасында нүктемен, 2 нүктемен жұптасқан электрондарды, 1 нүктемен жұптаспаған электрондарды көрсетеміз. Мына суретте екінші период және үшінші периодтың негізгі топшада орналасқан элементтердің таңбалары, электрондық конфигурациялары және Льюис таңбалары көрсетілген. Льюис таңбалары ол химиялық байланыста қатысатын электрондарды көрсетеді екен. Немесе валенттік электрондарды көрсетеді. Мында литийда 1 электрон, бериллийда 2 электрон, борда 3, көміртекте 4 нүкте, азотта 5 валентті электрондар, оттекте 6 валентті электрондар, фторда 7 валентті электрондар, неонда 8 валентті электрондар. Бұл валентті электрондар екінші энергетикалық деңгейде орналасады. Келесі үшінші периодтың элементтері, олардың Льюис таңбалары сол топшадағы орналасқан элементтердің Льюис таңбаларына сәйкес болады. Мысалы, натрийдің Льюис таңбасы литийдің Льюис таңбасына ұқсайды. Фосфордың Льюис таңбасы азоттың Льюис таңбасына, хлордың валенттік электрондарының орналасуы фтордың Льюис таңбасына ұқсайды. Тек қана валенттік электрондар үшінші периодтың элементтері үшінші энергетикалық деңгейде орналасады және олардың электрондық конфигурациясында сендер көріп тұрсыңдар, жақшаның ішінде неонның таңбасы. Немесе валенттік электрондардың конфигурациясының алдында тұрақты
химиялық күйге сәйкес асыл газдың таңбасы тұр. Енді мына жаттығуны орындайық. Келтірілген Льюис таңбалары бойынша X деп белгіленген элементтердің периодтық жүйедегі негізгі топшаның номерін анықтаңыз. Мұнда 3 элементтің Льюис таңбалары беріліп тұр. Біздер білеміз, Льюис таңбалары жұптаспаған немесе жұптасқан валенттік электрондарды көрсетеді. Мына А жаттығуда әсер көріп тұрсыздар, 4 жұптаспаған электроны бар, сондықтан 4 валенттік электроны бар. Бұл элемент 4-ші А топшада орналасады. Б жаттығуда 2 жұптаспаған электрон, 2 валенттік электрон 2 А топшада орналасады. С жаттығуда мында көріп тұрмыз 5 валентті электрон 5-ші А топшада орналасады. Келесі фосфор үшін келтірген Льюис таңбаларының қайсысы дұрыс? Ол үшін біздер бірінші фосфордың электрондық конфигурациясын келтірейік. Фосфордың периодтық жүйедегі орны бойынша фосфор 3-ші периодта 5А топшада орналасқан. Оның конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Үшінші энергетикалық деңгей бізде аяқталмаған. Мұнда 5 валентті электрондар орналасқан. Үшінші деңгейдің алдындағы 10 электрон ол неонның конфигурациясына сәйкес болады. Мынау ұяшықтарда орналасуы 5 валентті электрондардың, сонымен 2 жұптасқан, 3 жұптаспаған. Енді келтірілген Льюис таңбаларының ішінен табайық қайсы осы конфигурацияға сәйкес болады. Дұрыс, ол мына таңба. Мына суретті тағда біздер талдап шығайық, балалар. 3-ші периодтағы элементтерді қарастырайық, электрондық конфигурацияларын қарастырайық. Барлығына ортақ, ол көріп тұрсыңдар, бірінші және екінші деңгейдің құрылысы. Бірінші және екінші деңгейдің электрондық конфигурациясы осы периодта орналасқан элементтерде барлығында да бірдей, олар неонның конфигурациясын қайталайды. Неонда екінші энергетикалық деңгей 8 электронды, сондықтан неонның электрондық конфигурациясы химиялық тұрақты күйге сәйкес болып тұр. Мына элементтер тұрақты болу үшін неонның конфигурациясына ұқсас болуға тырысады. Мысалы, натрийді алсақ, натрийдің сырт қабаттағы валенттік электроны 3s1. Сондықтан ол тұрақты болу үшін мына электроннан айырылады. Айырылған кезде ол неонның конфигурациясына ие болады. Кремнийді алсақ, кремнің сырт қабатында 4 валентті электроны бар. Сондықтан ол 4 валентті электронды бере алады, немесе жетіспейтін 4 электрондарды қосып алады. Сонымен мұнда біздер қазір келесі тақырыпқа көшеміз. Ол октет ережесі. Сонымен 8 электронды энергетикалық деңгей ол химиялық тұрақты күйге сәйкес болады. Сондықтан октет ережесі деген осындай ұғым бар. Барлық асыл газдарда, мысалы гелийда 2, ал неон, аргон, криптон, ксенон, радонда сыртқы энергетикалық деңгей 8 электрондармен аяқталған. Сондықтан бұл бөлшектер табиғатта атом түрінде кездеседі. Бұлар тұрақты бөлшектер. Осыдан октет ережесі. Атомдардың көпшілігі тұрақты болу үшін сыртқы энергетикалық қабатын асыл газдар сияқты сутек, литий, бериллий басқалары 8-ге дейін толтыруға тырысады. Енді тағы да біздер мысалдар ретінде қарастырайық. Мысалы, магнийді алсақ, магнийдің реттік номері 12, ядро заряды плюс 12, оның 12 электроны бар. 3s2 энергетикалық деңгейдегі валенттік электрондар бұл металдарға жатады. Сондықтан сыртқы энергетикалық деңгейдегі астындағы деңгей ол неонның конфигурациясына ұқсайды. Магний 2 электроннан айырылады, неонның конфигурациясына ие болады. Бірақ бұл басқа бөлшек, тұрақты бөлшек табиғатта магний катион ретінде кездеседі. Оның заряды 2+. Енді екінші бөлшекті қарастырайық. Ол фтор, оның ядро заряды плюс 9, ол екінші периодтың 7А топшасында орналасады. Валенттік электрондардың конфигурациясы 2s2, 2p5. Сыртқы қабатын аяқтау үшін оған бір электрон жетіспейді, сол электронды қосып алады да. Оның электрондық конфигурациясы неонның конфигурациясына ұқсайды. Бірақ фтор теріс зарядқа ие болады, себебі протон саны немесе ядро заряды плюс 9, оның 9 электроны болды, ол бір электронды қосты, енді оның 10 электроны бар. Электронның заряды білесіңдер минусқа тең, сондықтан фтордың теріс заряды артық болғандықтан
ол ионға айналады, теріс зарядталған. Осындай түрде фтор табиғатта кездеседі. Сонымен біздер қазір екінші периодтың элементтерін қайталаймыз қазір қайтадан. Бірақ біздер мынаны қарастырамыз. Тағы да қайталаймын. Осы екінші периодтағы элементтерге ұқсас нәрсе, ол бірінші энергетикалық деңгейдің құрылысы бар деді. Ол аяқталған екі электронды қабат. Енді сыртқы қабатта валенттік электрондардың саны оларда әртүрлі. Сол жақтан оң жаққа қарай валенттік электрондардың саны жоғарылайды. Сондықтан тұрақты болу үшін бұл бөлшектердің мүмкіншілігі бар. Кейбір қазір көреміз элементтер электрондарды береді. Химиялық тұрақты болу үшін олар оң зарядталған бөлшектерге ауысады. Кейбір элементтер керісінше электрондарды қосып алады. Литийге мысалы сыртқы қабатын 8-ге дейін аяқтау үшін оған 7 электрон керек. Сондықтан оған жеңіл бір электроннан айырылуы сол электронды береді де, ол сыртқы қабаты гелийдің конфигурациясына ұқсайды, тұрақты. Сондықтан ол 10 зарядталған бөлшекке ауысады литий катионына. Бериллий де солай. Бериллий мына 2 электронын береді. Сыртқы қабаты гелийдің конфигурациясына сәйкес, бірақ бериллийдің заряды 2+. Бұл бериллийдің катионы. Бор да солай 3 электроннан айырылады. Бор 3+ деген бөлшек пайда болады. Көміртек, әрине көміртек ол 4-ші периодта орналасады. Ол электрондарды бере алады, немесе қоса алады. Мұнда біз оған қостық 4 электронды. Сондықтан оның сыртқы қабаты аяқталды. 8 электронды аяқталған деңгей пайда болды. Енді көміртекте 10 электроны бар. Плюсы 6, минусы 10. Сондықтан оның 4-, бірақ ол неонның конфигурациясына, неонның конфигурациясына сәйкес болып тұр. Сол сияқты мына азотты сыртқы қабатын 8-ге дейін толтыру үшін оған 3 электрон жетіспейді. Сол 3 электронды қосып алады. Азот 3- деген бөлшекке айналады. Оттектің сыртқы қабатында 6 электрон, 8-ге дейін толтыруға 2 электрон жетіспейді. Сондықтан ол 2 электронды қосып, ол неонның конфигурациясына ие болып, тек 2- деген бөлшек пайда болады. Фтор 1 электронды қосып алады. 8 сыртқы қабатында 7 электрон, жетіспейтін 1 электронды қосып алып, ол да неонның конфигурациясына ие болып, фтор -1 деген бөлшекке айналады. Периодтық жүйенің ұзын варианты. Мұнда көгілдір түспен металдарды көрсетіліп тұр. Бұл металдар электрондарды жеңіл береді. Ашық қызғылт түсті бұлар металлоидтар. Ашық жасыл түсті олар бейметалдар. Олар электрондарды қосады. Сыртқы энергетикалық деңгейді 8-ге дейін толтыру үшін, тұрақты болу үшін. Және міне асыл газдар. Бұл тұрақты бөлшектер табиғатта атом түрінде кездеседі. Енді мына жаттығуны орындап көрейік. Берілген атомдардан қандай иондар түзілетінін болжаңыз. Стронций, күкірт және алюминий. Ең бірінші біздер анықтап алуымыз керек. Осы элементтердің периодтық жүйедегі орны, олардың электрондық конфигурациясы және атомда электрондардың энергетикалық деңгейлер бойынша орналасуға. Стронцийдан бастайық. Периодтық жүйеде стронций ол 2А топшада орналасқан 5-ші периодта. Сондықтан ядро заряды +38. 5-ші периодта орналасқандықтан оның 5 энергетикалық қабаты бар екен. Бірінші энергетикалық қабатта 2 электрон, екінші энергетикалық қабатта 8, үшіншісінде 18, төртіншісінде 8. Ең соңғы қабатта валенттік электрон саны 2 болады. Қызыл түспен біз көрсетіп тұрмыз. Енді электрондық конфигурациясы стронцийдің 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 5s2. Валенттік электрондардың алдындағы 4 қабаттың конфигурациясы криптонның конфигурациясына ұқсағандықтан, біз қысқартылған электрондық конфигурациясында криптонның таңбасын қойып, 5s2 валенттік электрондар стронций металдарға жатады. 2 электроннан айырылады, стронций катионына айналады. Тұрақты бөлшекке оның конфигурациясы криптонның конфигурациясын қайталайды. Келесі элемент күкірт. Күкірт периодтық жүйенің
ұзын вариантында 16 топта немесе қысқартылған вариантта 6А топшада 3-ші периодта орналасатын элемент, оның ядро заряды плюс 16, 3 энергетикалық деңгейі бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8 электрон, үшінші қабатта 6 электрон. Конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Валенттік электрондардың алдындағы конфигурация, ол неонның конфигурациясын қайталайды. Сондықтан қысқартылған электрондық конфигурациясында біз неонның таңбасын қоямыз да валенттік электрондарды қызыл түспен көрсеттік. Бұл бейметалл, 8 сырт қабатында 6 электрон бар. 8-ге дейін толтыру үшін 2 электрон жетіспейді, 2 электронды қосады да, ол аргонның конфигурациясына ие болады, бірақ заряды 2-. Бұл анион тұрақты бөлшек. Келесі элемент бізде алюминий. Алюминий ол 13-ші топта немесе қысқартылған вариантты периодтық жүйенің 3-ші А топшасында, 3-ші периодта оның ядро заряды 13, реттік номері 13. Ядро заряды плюс 13, 3-ші энергетикалық деңгейі бар. Бірінші қабатта 2 электрон, екінші қабатта 8, үшінші қабатта 3 электроны бар екен. Конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Валенттік электрондардың алдында конфигурация неонның конфигурациясы, сондықтан қысқартылған конфигурациясын көріп тұрсыңдар. Алюминий металдарға жатады, сондықтан ол валенттік электрондарынан айырылады, электроннан береді де, ол алюминий 3+ деген бөлшекке айналады. Тұрақты бөлшек, себебі оның конфигурациясы неонның конфигурациясына ұқсайды. Келесі жаттығу. Кестеде 2А топша металдарының хлоридтерінің формулалары берілген. Төмендегі жауаптардың қайсысы олардың эмпирикалық формуласындағы атомдардың қатынасы бірдей екенін түсіндіреді. Енді периодтық жүйе бойынша бұл элементтердің барлығы да 2-ші А топшада орналасқан. Бериллий, магний, кальций, стронций, барий, радий. Хлормен формуласы бірдей, тұз түзеді. Бериллий хлор 2, магний хлор 2, кальций хлор 2, стронций хлор 2, барий хлор 2, радий хлор 2. Жауаптарды талдайық. А. Хлор 2 металдармен әрекеттесіп, берік ковалентті байланыс түзеді. Әрине, хлор бұл металдармен әрекеттеседі, бірақ бұлардың барлығы да металдар. Бұл металдар тұрақты болу үшін жеңіл катиондарға ауысады. Сырт қабатындағы 2 электронды олар хлорға береді, хлор оларды ол электрондарды қосып алады, ол анионға айналысады. Катион мен аниондардың арасындағы түсетін байланысты біз иондық байланыс деп атаймыз. Сондықтан бұл тұздарда байланыстардың түрі иондық. Келесі жауап. Хлордың электр терістілігі металдарға қарағанда жоғары. Әрине қарағанда хлордың электр терістігі 3-ке тең, хлордың электр терістігі жоғары, бірақ қойған сұраққа бұл толық жауап емес. Екінші С жауабы. 2А топша металдар 2 валенттік электрондарын оңай береді. Осы жауап жақынырақ болады. Себебі бұлардың барлығы да металдар электрондарды, олардың сырт қабатында 2 электрон валенттік, сондықтан ол электрондардан айырылады, катиондарға айналып, хлормен ионды қосылыс түзейді. Металдардың радиусы бериллийден радийға қарай өседі. Әрине бұл дұрыс, бұл заңдылық бар, бірақ нақты жауап емес. Сонымен бұл жаттығудың жауабы С жауабы дұрыс болады. Келесі. Егер натрий хлормен хлор 2 әрекеттесіп, натрий хлориді, натрий хлор түзетін болса, берілген элементтердің қайсысы натриймен бірде-бір қатынаста әрекеттесіп, иондық қосылыс түзейді және неліктен? Бірінші жауабы калий, себебі натриймен бірге 1А топшада орналасқан. Б жауабы магний, себебі оның массасы натриймен бірдей. Аргон, себебі оның массасы хлормен бірдей. Бром, себебі валенттік электрондар конфигурациясы хлормен бірдей. Енді натриймен әрекеттесетін бірде-бір қатынаста. Ең бірінші біз реакция теңдеуін құрайық. Натрий хлормен әрекеттеседі. Сол кезде бізде натрий хлориді түзіледі. Теңестіреміз. Натрий мен хлор қандай қатынаста әрекеттеседі? 2-де 1, 2 моль, мынау 1 моль. Сонда берілген элементтердің қайсысы хлормен осындай қатынаста
әрекеттеседі, да, осындай қатынаста әрекеттеседі. Қарайық, натрий калиймен әрине әрекеттеспейді, магниймен әрекеттеспейді, аргонмен әрекеттеспейді. Әрине натрий осындай қатынаста броммен әрекеттеседі. Енді бромның молекуласы бром 2, сонда бізде натрий бромиді түзіледі, натрий бром. Сонымен Д жауабы дұрыс болады. Бром ол да хлор сияқты галогендерге жатады. Ол 7А топшағының элементі. Келесі сұрақ. Негізгі топшада орналасқан элемент тобының номерін біле отырып. Енді балалар, бұл сұраққа өздеріңіз жауап бересіңдер деп ойлаймын. Сау болыңыздар.